Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақ тақырыбы өсімдіктердің тіршілігіне не қажет? Өсімдіктердің өсуі үшін қандай жағдай жасау керек екендігін білетін боласыңдар. Балалар, өсімдіктердің қалай өсетінін білесіңдер ме? Ал білмесек, назарымыз экранда және менімен бірге қайталаңыздар. Бірінші суретіміз. Бұл өсімдіктің тамыры. Топырақтың астындағы бұл тамыры. Екінші, топырақтан шыққаннан кейін оның не өседі? Жапырақтары өседі. Және оның сабақтары жемісін береді. Жемісінен кейін гүлі өседі. Міне осылай өсімдіктер өседі. Суреттерді салыстырыңдар. Бірінші суретте күн жылы және де ол жерде суғарылып жатыр, өсімдіктерді суғарып жатыр және олар жап-жасыл болып өсіп тұр. Екінші суретте күн ыстық және құп-құрғақ және олар қурап, солып қалған өсімдіктер екен және олардың түстері сап-сары. Балалар, біз өсімдіктерге су құйып күннің көзіне жарыққа шығарып өсірсек, ол жап-жасыл әдемі болып өседі. Өсімдіктерге өсуі үшін су қажет. Өсімдіктер суды топырақтан тамыр арқылы сіңіреді. Егер өсімдік уақытылы суарылмаса, солып қалады. Алаңқайға назар аударайық. Алаңқайда жарқыраған күн және де жасыл шыршалар және гүлдер көріп тұрсыңдар, Ал кім бірінші не байқады? Шыршаның көлеңкесі жерге күннің көзін көрсетпей тұр, көлеңке түсіріп. Ал сол көлеңкеде жасыл болып тұрған өсімдіктер көріп тұрсыңдар ма? Жоқ, әрине. Ал екіншіде күннің көзінде өскен әдемі гүлдер өсіп тұр екен. Көрдіңіздер ме балалар, өсімдіктерге өсуіне күннің жылуы да қажет етеді. Өсімдіктер жақсы өсуі үшін жарық пен жылу қажет. Күн сәулесінің әсерінен жапырақтар да қоректік заттар пайда болады. Олардың өсімдіктің өсуіне көмектеседі. Өсімдіктердің көбісі шөл далада өсе алмайды. Себебі өсімдіктерге өсу үшін құнарлы топырақ қажет. Олар топырақты қоректік заттар ретінде алады. Өсімдіктердің өсуіне қажетті жағдайларды атайық. Әрине, су және ауа, жел, топырақ және арнайы температурада болу керек осылар. Өсімдіктің өсуіне не қажет? Күн қажет, жарайсың, арнайы жылулық температурасы. Су қажет және топырақ және жел, ауа қажет, Ал балмұздақ өсімдіктің өсуіне қажет ете ме? Құнар беріп пайда бермейді ол, Бұл бізге қажет емес. Ал ойыншықтар қажет емес бұл өсімдіктің өсуіне. Балалар, бүгінгі сабақты түсіндіңіздер деген ойдамын. Егер түсіндім десең, көк гүлді сала ғой. Жоқ, мен толық түсінген жоқпын десең, сары гүлді сала ғой. Мүлдем түсінбедім десең, қызыл гүлді сала ғой. Назарларыңызға рахмет, тек сәттілік тілеймін.